Білім күні қарсаңында Ақмола өңірінің алтын өндіретін кенттерінің жас тұрғындарына мектепке керек жарақтардың жиынтығы тарту етілді. Мектепке жол республикалық акциясына алтын алмас компаниялар тобы қатысты. Игі бастама жайында әріптесім айтып берсін. Ақсу, Заводской, Жолымбет және Бестөбе кенттерінің көп балалы және аз қамтылған отбасыларының оқушыларына 313 мектеп керек жарағы табысталды. Бестөбе кентінде өндірістік кәсіпорын көп балалы және аз қамтылған отбасыларға қолдау ретінде 34 азық-түлік жиынтығын алып берді. Сонымен бірге осы ауылдағы Рауан мәдениет үйіне саз аспаптары тарту етілді. Қазақ халқының серіктестігі 15 домбыра ұсынғалы жатыр бүгін. Алдыңғы жылы бізге 11 домбыра ұсынған еді. Қазақ халқының серіктестігіне алғысымызды білдіреміз. Алтын алмастан көмек беріп жатыр, сол үшін көп рахмет. Мен көп баланы аламын. Ақсу кентінде 69 балаға мектепке керекті барлық заттар салынған рюкзактар табысталды. Заводской кентінде 67, ал Жолымбетте 37 бала. Сонымен бірге Қарағанды облысының Орта Дересин кентінде 20 шәкірт пен Жамбыл облысына қарасты Ақбақай кентінде тұратын 36 оқушы да осы күні мәре-сәре қуанышқа кенелді. Шахтерлер күні мерекесі қарсаңында біз жыл сайын мектепке жол акциясын ұйымдастырамыз. Сонымен қатар кенттегі көмекке мұқтаж тұрғындар мен жұмысшыларымызға материалдық қолдау көрсетеміз. Айта кету керек, компания мұқтаж отбасыларды қолдау мақсатында жыл сайын мектепке жол республикалық акциясына белсене қатысып, тұрақты түрде демеушілік жасап тұрады. Өңірлерде білім беру және мектепке дейінгі тәрбие мен денсаулық сақтау салаларында маңызды әлеуметтік жобалар жүзеге асты. Сонымен қатар кенттердің инфрақұрылымын дамыту ісі де басым бағыттар қатарында. Талғат Серікқалиұлы, Нұржан Ықыласов, Ақмола облысы, Хабар 24.